Камила ханым Диана ханым жайлы мәлімдеме жасады. Сезім бағы жобасының танымал тележүргізушісі Камила Саянова Диана ханымға әсерлі жазба жариялады. Экс-әріптесі Диана Скатованы ерекше қуанышымен құттықтады. Сырғалым атанған Диана ханым әлеуметтік желіде сырға салу рәсімінің видеосын жариялады. Ал Камила ханым бұл қуанышты сәттен тыс қалмай, жылы лебізін білдірді. Сырғалым атанғаның құтты болсын. Үлкендердің баталары періштелердің құлағына шалынып, шаңырақтарың биік болсын, деп жазды ол. Диананың бұл қуанышын бөлісуге қалаулым жұлдызы Ақжарқын. Қосылайық жобасының үлгілі отбасы атанған Ерасыл мен Сабина, Арина, мисс Мөлдір, тіпті Аша Матай ханымда құттықтап жазды. Ал бір болайық пен сезім бағы жобасының экс және қазіргі қатысушылары да Дианаға лүпіл басып, жылы тілектерін жаудырды. Алайда көпшілікті таңғалдырған жайт Диананың ең жақын досы. Қосылайық және келінім жобаларының экс-редакторы Бика ханымның үнсіздігі. Ол Диананы мүлдем құттықтамады. Бұл нені білдіреді? Екеуінің достығына сызат түсті ме? Инстаграмда да тосын жайт орын алды. Дианамен жақсы араласқан кейбір қатысушылар оны құттықтауға асықпады. Ақтөреде бұл қуанышқа қатысты пікір білдірмеді. Ал қосылайық жобасының кейбір экс қатысушылары мүлдем реакция қалдырмаған сыңайлы. Не болып жатыр? Әлеуметтік желідегі белсенділікке қарап, кейбір достарының бұл қуанышты бөліспегені көпшілікке ой салып отыр. Диана ханымға қолдау азайып кетті ме? Әлде жаңа өмірге қадам басқанына кейбіреулер ренжіді ме? Алайда бір болайықтың экс және қазіргі қатысушылары Диана қызымыздың қуанышына лүпіл басып, жылы тілектерін асыға жазды. Ділбар ханым, өзім тұрмысқа шыққанда бұлай қуанбадым. Бірақ Диананы көріп қатты қуандым, деп ерекше әсерлі видео жариялады. Ал Аружан да бұл қуанышқа өз реакциясын білдірген. Диана ханым мен Сұлтанға баянды бақыт тілейміз. Бірақ кейбір достарының үнсіздігі көп сұрақ туындатуда. Сіз қалай ойлайсыз? Бұл үнсіздіктің себебі неде?